Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры жұмсақ болып шығатын мясной пирог әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен илектен өткізілген ұнға мұздатқыштан шыққан сары майды осылай теркадан ұнға малып алып өткіземіз. Кейін осылай қолымызбен ақырын ғана араластырып, кейін айранға ас содасы және тұзды салып, екі есе ұлғайғанша, яғни осылай көпіргенше жақсылап араластырамыз. Енді осы массаны осылай ұнға біртіндеп қоса отыра қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң целлофанға салып 1 сағаттай мұздатқышқа қоямыз. Яғни морозилкаға қоясыздар. Енді салмасын әзірлейміз. Картопты ұсақтау етіп тураймыз. Картопты турап алған соң тартылған етке қосып аламыз. Кейін пиязды да дәл осылай ұсақтау етіп тураймыз. Барлығын осылай салып, татымына қарай тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Су болмаса сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Яғни сочный болып шығу үшін мен сұйық май қостым. Міне осылай жақсылап араластырып қоямыз. Міне 1 сағаттан соң қамырымызды алып, оны 2 бөлікке бөлеміз. Екі қамырды да осылай жұқалау етіп жаямыз. Қамырды видеода көрсетілгенде осылай листқа салып, ішіне салмасын салып, екінші қамырымызды осылай бетіне жауып, шет-шеттерін бір-біріне біріктіреміз. Ортасы толығымен пісу үшін осылай қасықтың көмегімен тесік жасап, бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште 40 минуттай пісіреміз. Міне пирогымыз пісті, қамыры жұп-жұмсақ, дәмі де керемет. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.